Бірінші сабақты бастаудан алдын каналға тіркеліп, видеоға лайк басып кетейік. Сендерге тапсырмалардың жауаптарын ауызша айтып кететін боламын. Бастауыш. 5-ші тапсырма мәтінді оқы. Киіз үй. Тарихымыздағы ең алғашқы сәулеттік құрылыс. Көшіп қонуға ыңғайлы. Киіз үйдің жалпы салмағы жиһаздарымен қосқанда 300-400 келіге жуық. Кереге, уық, шаңырақ, сықырлауық киіз үйдің негізгі бөлшектері. Кереге киіз үйдің негізгі қаңқасы болып есептеледі. Ол талдан, қайыңнан жасалады. Сұрақтарға жауап бер. Ата-бабамыз неліктен киіз үйді пайдаланған? Өйткені көшіп қонуға ыңғайлы үй болғандықтан киіз үйді пайдаланған. Киіз үйдің негізгі бөлшектеріне нелер жатады? Киіз үйдің негізгі бөлшектеріне уық, кереге, шаңырақ және сықырлауық жатады. Кереге неден жасалады? Кереге ағаштан жасалады. 6-шы тапсырма сөйлемдерді көшіріп жаз. Киіз үй тігілді, атам төрге жайғасты, балалар далада ойнады. Қарамен жазылған сөздердің астынсыз оларға сұрақ қой. Бұл сөздер қимыл иесі болып тұрғанын байқа. Киіз үй, атам, балалар. Киіз үй не? Атам кім? Балалар кімдер? Қимыл іс-әрекеттің иесін білдіретін сөзді бастауыш дейді. Бастауыш кім, кімдер, не, нелер, кім, кімнің, несі, нең деген сұрақтарға жауап береді. Ауылдан әкесі келді. 7-ші тапсырма суретке қара. Бұл суретте сәулетшілерді көруге болады. Сурет бойынша әңгіме құрап жаз, жазған сөйлемдеріңнен бастауышты тап. Сәулетшілер үлкен ғимараттар салуда. Бұл жердегі бастауыш сәулетшілер. 8-ші тапсырма мынаны нақыл сөздерді көркем жаз. Шаңырағың шайқалмасын, кереген кең, екі босаған тең болсын. Нақыл сөздердің мағынасын қалай түсінетініңді айт. Мен бұл нақыл сөздердің мағынасын, шаңырағың шайқалмасын, отбасың күйремесін, отбасыңда ұрыс жанжал болмасын деген мағынада айтылған. Солай түсіндім. Киіз үйге қатысты тағы қандай нақыл сөздерді білесің? Алғашқы сөйлемді сөйлем мүшесіне талда. Кереген кең, екі босаған тең болсын дегенде үйің кең, әдемі, және де екі босаған тең болсын дегенде бұл жердегі ауыспалы мағынада айтылып тұрған сөзіміз үйіңнен бақыт береке кетпесін деген мағынада айтылған. Және де тағы да өздерің қандай мағынада түсінгендеріңді айтып кетсеңдер, комментарияға жазсаңдар болады. Осымен сабақ аяқталды. Түсінбеген тапсырмаларың болса, комментарияға жазып кетсеңдер, мен келесі видеоларда міндетті түрде шығаратын боламын. Және каналға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпайық.